бірден сындырғымыз келеді ғой. Бірден сындырғымыз келеді. Сынбайды ешкім. Осы жерде отқан намазхандар бүйтіп келдің да дін деген бар екен деген кезде деп барып дәрет алып намаз бастап кеттің ба? Жоқ, ойландың ғой. Намаз оқысам вальс билеуге бола ма екен, болмай ма екен? Тойға баруға бола ма, болмай ма? Шетін жерде отыруға болмай ма, бола ма? Бұл ойлар бізді міндетті түрде мазалады ғой кезінде. Бірақ соның бәрін жайлап жеңіп келдік па, барлық нәрсе осылай келеді. Ал ona бірден сынған нәрсе бар ғой, ол ұзаққа да бармайды. Нәпсісін бірден тоқтатып былай кеткен адам бар ғой. Ол ана күресетін периодты уже мына жаққа кіріп кетті ғой. Ол егер анау дұрыс күресе алмай қалса бар ғой, бәрін тастайды. Бірақ бір қызығын айтайын. Бір адам бір күнәні тастаса бар ғой, қайттан бастаса, ол екі есе жақсы көріп бастайды. Мысалы, темекі тастайтындар. Темекін тастасын, бір апта, екі апта олар өте қатты қиналады. Екі аптадан кейін оларда ломка деген болады. Ломка, кәдімгі алкаштар арақты тастайтын сияқты. Наркомандар кәдімгі анашасын тастайтын сияқты. Бұларда ломка деген болады. Тентек болып кетеді. Пісте шағады, сағыз шайнайды. Олар талды кеміріп кетеді олар. Қуады кәдімгідей. Нервный болады. Неге? Өйткен мынау организм көтере алмай жатыр ғой әлі. Сөйтіп, уже жайлап тоқтай бастайды. Кейін ана қатындардың толға ұқсап андасында ұстайтын болады ломкасы. Бірақ оны жең оңай. Әсіресе олар түнде жатар кезде ломк ұстайды. Сол кезде бір жатып қалса, нормальный болып кетеді. Енді қараш, өйстіп қиналып жүрген адам бар ғой, 20 күн, бір айдан кейін темекі шексе бар ғой, бірінші шеккен кезінде білесіздер ме, ол сальто тастайды ол. Көз былай болып қалады. Анау басына тебеді ғой, енді ол тастамайды. Өйткені ана сағынып келіп қайттан көрісті ғой, енді ол темекіні құшақтап жүретін болады. Енді айырылмайым сенен деп ше. Сол үшін бірден сындыру қажет емес. Кез келген жерде ортағын ұстану керек.